Бүгінгі сіздердің назарларыңызға сапа аудиті пәні бойынша аудит құжаттары тақырыбын ұсынып отырмыз. Алдарыңыздағы көрсетіліп отырған слайдта ұсыныстармен сәйкес мекеме сертификаттау органына мысалы келесі құжаттарды пайдалануға рұқсат беріледі. Сапа бойынша саясат, сапа бойынша басшылық, тексерілетін мекеменің құрылымдық сұлбасы, тексерілетін мекеменің сапа қызметінің құрылымдық сұлбасы, сапа менеджмент жүйесінің құжаттарының тізімі, Қазақстан Республикасының стандарты, халықаралық стандарт 9000 сериялы стандарттардың құжатталған қажетті міндетті рәсімдері, жоспарлауды, үрдістерді іске асыру үшін мекемеге қажетті құжаттар, ішкі аудит нәтижелері бойынша жазбалар, өнімді тұтынушылық негізгі тізімдер, яғни отандық және шетелдік шығарылатын өнімдердің тізімі, оған байланысты нормативтік құжаттар көрсетіп, сапа менеджмент жүйесінің сертификаттарын қоса көрсету керек. Яғни өнімнің Қазақстан Республикасының стандарты, мемлекеттік стандарт және тағы басқа құжаттарын. Анықтамалар мәтіні шығаратын өнімдердің сапасы, яғни соңғы 3 жылғы мәліметтер көрсетілу керек. Мекеменің қадағалау органдарының тексерілуі туралы мәлімет, соңғы кезде қандай мекеме қалай тексерілді, яғни 3 жылғы мәліметтер. Өнімді қабылдау өткізу және мерзімдік сынақтан өткізу туралы бөлімшелердің мәліметтері, шикізат материалдарды құраушылардың негізгі жабдықтаушылар туралы мәлімет, яғни поставщиктер туралы, арнаулы өндіріс үрдістерінің және қызмет көрсетудің тізімі және соған байланысты барлық құжаттар кіреді. Аудит жүргізуді бастағанға дейін дайындалатын құжаттар санынан келесі құжаттар кіреді. Аудиттің жоспары, яғни аудит жоспары, аудит тексеріс басталар кезде ең алғашында олар жоспар жасалынады. Онда тексерілетін іс-әрекеттердің түрлері көрсетіледі. Аудит бағдарламасы жасалынады. Аудит бағдарламасының көлемі, масштабы жасалынады. Ол көлемі, масштабы мекеменің көлеміне байланысты жасалынады. Және тексеру жүргізілетін, тексеру уақыты, ілесіп жүргізушіге байланысты қойылатын тізім және тағы басқа құжаттар беріледі. Чек парақтар, оларда аудиттік сұхбат жүргізу үшін сұрақтардың тізімі көрсетіледі. Бұл аудитті бастар алдындағы қолданылатын құжаттар. Аудит барысында дайындалатын құжаттарға жататындар. Аудиттік сұхбаттардың хаттамалары, аудитор орынды және аудит жүргізудің уақытын белгілейтін, аудит жүргізу кезіндегі деректер, келесі кәсіпорынның іс-әрекеттерін тексеретін элементтер, сонымен бірге сұхбаттар, олардың нәтижелері міндетті түрде қағаз жүзінде бекітілуі қажет. Келесі аудиторға қойылатын құжаттар, олардың талаптарына сәйкестігін тексеретін сапа менеджмент жүйесі бойынша құжаттар. Бірінші, аудит объектісін тексеретін, яғни аудит нысанын тексеруді оңайлататын құжаттар, яғни сұрау парақтары, бақылау парақтары, байқау парақтары жатады. Аудит нәтижелерін көрсететін формалар, формалардың өздері сәйкестіктерді толтыру жоспарлау, сол бойынша есеп берудің өзіндік формасы бар. Сонымен бірге жеке есеп формалары үлгілері бар. Міне алдарыңызда бақылау сұрақтары көрсетіліп отыр. Міне аудит нысаны кім? Бас технолог немесе оның бөлімі, аудит саласы, жұмыс нұсқауы көрсетіледі. Әңгімелесушінің аты жөні, яғни сізге сұхбат берушінің бас технолог және оның аты жөні жазылады. Келесі бақылау сұрақтары, қандай сұрақтар қарастырылады? Қарастырылған құжат ендіру алдында алдын ала таныстырылды ма? Яғни сізге жұмыс істер алдында немесе жаңадан құжат айналымы болған кезде сізге сол таныстырылды ма? Екінші, таныстырылуы туралы тіркеу мәліметтері сіз қол қойылды ма, тіркелді ма? Үшінші, құжат талаптары түсінікті ма, яғни қолжетімді ма, кез келген қызметкер оны
түсіне ала ма? Яғни осыған байланысты аудитор өзіне бағанағы белгілер қояды. Келесі, бағдарламаны құрастыру. Бағдарлама құрастыру ол бірнеше күннен бірнеше айға дейін созылуы мүмкін. Аудит бағдарламасы жасалынады, кейін оған түзетулер енгізуге де болады. Бағдарламаны әзірлегенде ескеріледі. Сапа менеджмент жүйесінің жалпы жұмыс істеу деңгейі, сапа менеджмент жүйесінің кейбір үрдістерінің жағдайы, яғни әр мекемеде әртүрлі болуы мүмкін, қалалық жер, ауылдық жер, шалғай жер және тағы басқа. Кәсіпорын шығаратын өнім сапасының деңгейі, сапа менеджмент жүйесін жетілдіру бойынша жүргізілетін іс-шаралар, өткен аудит нәтижесі бойынша жүргізілген іс-шаралар. Бағдарламаны құрастыру бойынша қандай құжаттар жүргізіледі? Кәсіпорындағы ұйымдық құрылымының өзгеруіне немесе атқарылатын жұмыстарға талаптардың жоғарылауына байланысты сапа менеджмент жүйесінде болатын елеулі өзгерістер. Жаңа процедуралардың енгізілуі, тұтынушылардан немесе бақылаушы ұйымдардан өнім сапасына байланысты белгіленген сәйкестіктер туралы ақпараттардың болуы және келіп түсуі, кәсіпорынның әлеуетті тұтынушыларының тілектеріне байланысты бағдарламаларда осындай өзгерістер енгізілуіне рұқсат беріледі. Негізі аудит дегеніміз бұл жақсартуға немесе түзетуші әрекеттерге, қажеттілікті бағалауға, мәліметтерді жинақтауға мүмкіндік беретін әрекет. Яғни екінші тілмен айтқан кезде біз бұны аудит инспекциясы деп атауымызға да болады. Ал аудитор дегеніміз аудит инспекциясы немесе кінәліні анықтау емес екенін еске сақтау керек. Яғни жазалау және тағы басқа деген мағынаны білдіртпейді. Аудитор тексерілетін кісілерге неғұрлым көп объективті мәліметтер жинауға қажет екендігін түсіндіру керек. Яғни сіздің мекемеңізді тексеруге келген кезде аудиторға сұраған мәліметтері мен сұраған құжаттарын уақытылы көрсетіп отыру керек. Енді жағдаяттық жағдайлар. Қандай жағдайлар болуы мүмкін? Яғни жетекші аудиторы жиналыста төраға болады және басқарады. Бұл кезде төраға жиналыста қалай өзін ұстау керек? Бұл бірінші сұрақ. Біздің сабақ барысымызда осыған байланысты сіздер жауабын айтасыздар. Келесі тапсырма өзара кездесулер қай уақытта жүргізілуі тиіс? Үшінші, ашылу жиналысынан соң аудит бағдарламасын, шартын және жоспарын талдау және топ жетекшісінен соңғы нұсқалар алу үшін не істеу керек? Яғни сіздер келесі сабаққа дейін осы сұрақтарға жауап табуларыңыз керексіздер.